қалай? Рахмет. Бүгінгі жақсы көңіл-күймен сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Отырыңыздар. Ең әуелі бәріміздің назарымыз экранда болсын. Экран бетінде сұрақтар тұр. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы ең әуелі сабағымызды бастамастан тақтамызды тазалап алайық. Гендік инженерия дегеніміз не? Жаңа өнім алу дейді. Биотехнология дегеніміз не? Жарайсың табыша. Қазақстанда биотехнология ғылымының жетістіктері қандай? Нұрай? Қазақстанда әдейі жетістікке арналған жүйе шығарылды. Және одан бөлек ауыл шаруашылығына қатысты, экономикаға қатысты мақтаның жаңа сұрақтар шығарылды. Биотехнология ғылымына көрсетесіңдер, жалпы гендік инженерияның өнімі бұл ГМО. Солай ғой, иә? Бұл жерде гендік модификацияланған өнімдер бұл қаншалықты адам ағзасына пайдалы, немесе бұл қажет пе? Жоқ әлде мұны керісінше пайдалануды доғаруымыз қажет пе деген әлемде қандай өздерің сияқты не жүріп жатыр? Пікірталас, көзқарастар жүріп жатыр. Қазір осы сыныптың өзінде де бірнеше пікірді біз тыңдап отырмыз. Демек, бүгінгі біздің сабағымыз әлеуметтік көзқарастан қақтығысы деп аталады. Жазыңдар. Таптаға жазып аламыз. Дәптерге жазыңдар. Әлеуметтік көзқарастан қақтығысы. Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап көтерілген мәселе бойынша екі жақты пікірді немесе жағдаяттық талқылау, біреуіне талдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу. Аргументативті эссе жазамыз. Сабақтас тұрмалас сөйлемдер мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлерін қолдану болып табылады. Олай болса, құрметті оқушылар, мына суретке қарайықшы. Бұл жерде біз не көріп тұрмыз? Әртүрлі өздерін күнделікті қолданып жүрген тағамдар. Мына суреттердегі тағамдарды біз қаншалықты тұтынып жүрміз күнделікті өмірде? Қазір көбіміз. Жауап береміз, тұрып отырыңыздар. Қазір көбінесе тамақ қойып қалған нәрсе жатады. Себебі олардың ойынша олар тамақтарда ас қорытынды жылдамдатады деген пікір бар. Жақсы, ары қарай. Қазір осы тағамдарды көбінесе жас балалар жиі ішіп жатады екен. Тәтті болғандықтан және газды сусындар болғандықтан көбісі қолданады. Көбісі қолданып жатыр. Шоколадтың, йогурттың, тәтті сусындардың ГМО өніміне жататынын білесіңдер ме? Жоқ. Осы уақытқа дейін. Білмедік пе? Ал оны табиғи заттар деп ойлайтындар ма? Ата-аналарыңыз бұлардың құрамы қандай екенін сізге ескертті ме? Ата-аналар құрамынан ескерту болды ма? Қандай ескерту болды? Зиян деген ескерту болды. Жақсы. ГМО өнімінің зияны жоқ деген пікірмен келісесіңдер ме? Жоқ. ГМО өнімінің зияны жоқ деген пікірменен келісесіңдер ме? Пікірде болып тұрсыз, иә? менің ойымша бірқатар зиянды нұқтар бар. Олар бізде аллергиялық ауру туғызады, адамның иммунитет әсері және запалау процесі нашарлайды. Зат алмасу процесі нашарлайды дейді. Жақсы. Олай болса, осы жалпы гендік модификацияланған организмдер дегеніміз не? Бұл генетикалық материалдар адам қолымен организмдерді будандастыру немесе қайта әрекеттестіру жолымен алынатын организм. Кейбір түрі организмді басқа организмдерге орналастыру. ГМО өсімдіктерге, жануарларға және микроорганизмдерге басқа организмнің геномын салып жаңа организм алу болып табылады демекшілер. Енді бұл қандай заттарда неде кездеседі? Күнделікті. Ең кең тараған гендік модификацияланған дақылдарға соя, жүгері, бидай, қызанақ, қылша, рапс, картоп жатады екен. Қазір оқушылар шағын ғана осы бүгінгі тақырыбымызға байланысты жаңа ақпаратпен танысып алайық. Қазір видео көреміз. Видео одан кейін ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Теңізге жоқ қой, мынау балалардың сатып алғанда болдымен асты. Тоңазытқышта тұрмаса да жеміс өте жақсы сақталған. Езілгені шірігені жоқ. Тіпті құс тұмсығы батпай тастайды. Қытайда өсіріліп бізге әкелетін бұл буданның яғни гендік өзгеріске ұшыраған алма. Түсініктермен айтқанда, алма жасушасының бір бөлігі басқа ағза жасушасымен алмастырылған. Айталық, алманың ұзақ сақталуы үшін технологтар оған шаянның днк-сын қолданады.
Ол айлықпен есте болмайтын қызыл қызанақты акуланың азылтысының гені бар, ал бір түйір бір елге баратын картоп құрамында доңыздың гені енгізілген екінің бірі тиесілі емес. Алайда бұл ақиқат гендік инженерияның жемісі осы. Құрам өзгерген өнімдер біздің нарыққа кіргені қашан эпидемиолог мамандар ертең-кеш ДНК-сы өзгерген өнімдерге сынама жүргізеді. Олай болса, оқушылар, қазір сіздерге ең әуелгі тапсырма, қазір мәтін таратамын, мәтінді мұқият оқып отырып, және видео бөліктен көрген ақпараттарды саралай отырып, топтық жұмыс орындаймыз. Бірінші топ, свод талдау, яғни ГМО өнімінің мықты жақтары, әлсіз жақтары, қауіп қатерлері мен мүмкіндіктері туралы жазып келесіздер. Келесі топ, екі жақты түсіндірме күнделігі. Бұл жерде бірінші жағына ғалымдардың пікірі, бұл ГМО өнімі туралы ғалымдар не дейді? Қандай пікірде? Және өзінің қорытынды пікірінде өзінің өздерінің көзқарастарында жазасыздар. Бастаймыз. Оқушылар, сабақ барысында біз түрлі тапсырмаларды орындаймыз. Сол тапсырма орындау кезінде әрқайсымыз өзімізді бағалап отырайық. Әр тапсырманың тұсында қаншалықты өз-өздеріңді бағалап отырсыңдар? Аты-жөніңізді жазамыз мұнда. 10 балдық шкала бойынша қай тапсырмада қандай деңгейде отырсың? Бағалап, соңында сіздердің бағаларыңызбен бүгінгі белсенділік танытқандарыңызды ортақ бағалау. Мәселенің күшті және әлсіз жақтарын сипаттайды, мәселенің мүмкіндіктері мен қауіп қатерлерін анықтайды және дәлел келтіреді. Осы дескриптивті негізге аласыздар. Бірінші топ. Екінші топ. Сіздерде ғалымдар пікірін топта талқылайсыздар, дәлелдер келтіресіздер, ғалымдардың өз көзқарастарыңызды білдіріп, кестені толтырып жазасыздар. Құрметті оқушылар, уақыт шектеулі, уақытымыз аяқталды. Бірінші топ келе ойыңыздар. Ол мен бастаймыз. Жаңа түрлерінен де ұрпақ өрнемейді болады. Және иммунитет, ұрпақ иммунитеті түседі. Қауіп қатерлері жануарлардың азаюына келеді. Аллергиялық реакция тура және гипотизмнің бұзылуына келеді. Бұның мүмкіндіктері азық-түлік тапшылығына әкеліп соқтырмайды. Өсімдіктің түрлі ағзалардың жаңа өсімдік пайда болмайды. Тамаша, жақсы отырмыз. Келесі топ. Күнделігі, ғалымдардың пікірі бойынша педагогикалық және заңдылықтардың биотехнологиялық әдістерін көмегімен жасап шығарудамыз. Бұл ашаршылықтың алдын алу бір жол болып келеді. Кейбір ғалымдар оған келіседі, кейбіреу келіспейді. Келесі біздің менің көзқарасым негізінен әлі дәлелденбеген. Бірақ та мен ойымша ол жақсы сіздерге ақш-тан немесе басқа да мемлекеттердің алдымен нақты ГМО-дан екенін дәлелденбеген. Әлемде адамдардың саны артуда, ал ГМО ашаршылықтарын шешеді. Дұрыс шешімі деп отырсың. Сіздердің көзқарастарыңыз ашаршылықтың алдын алудың дұрыс шешімі. Жер бетіндегі халық санының көбеюіне байланысты, артуына байланысты азық-түлік тапшылығы қазіргі кезде орын алып отырғаны белгілі көп елдерде. Сол мақсатта ғалымдар бұл ГМО өнімінің пайдасыз өнімділігі туралы толықтырамыз. Бұл ғалымдардың пікірі яғни бұл генерализация, ал тағы бір салалы бар. Оның пікірі бойынша осы ГМО-ның арқасында қармаймыз. Және ол да осы ГМО-ны қолдап отыр. Бұл жалпы айтқанда біздің осы ашаршылықтың жалпы шешімі осы ГМО-ға әкеліп соқты. Және де жаңа видеода көріп өткендей, алма 10 күннен артық тұрды. Сол 10 күннің ішінде ГМО-ға шығып кетсе, осы алма шығып кетеді. Яғни бұл бір жағынан экономияға да әсер етеді, және аса сақталуына келеді. Сол себепті көптеген ғалымдар бұл ГМО-ны қолданады. Жақсы. Бірінші топтың жұмысына қандай баға бересіздер? Екінші топ.
тағы да қосып аламыз. олар жақсы мағынада, жаман мағынада, және оның қандай пайдасы бар екенін нақты еңбектің арқылы толғайды. Бірінші топ, екінші топқа қандай баға бересіз? Екінші топ балалардың пікірлері нақтылап, және де өздерінің пікірлерін нақты жеткізеді. Көзқарастарын ашық жеткізеді. Енді келесі тапсырма бізде біз қазір ғана жалпы елдік модификацияланған өнімдердің пайдасы мен зияны, оның қауіпі міндеттеріне тоқталып кетті және ғалымдардың пікірін және өзіміздің пікірімізді бұған деген көзқарасымызды білдірдік. Қазір сіздерге тапсырма дәптеріңізді ашамыз. Елдік модификацияланған өнімдерді мүлдем басқарту қажет пе, жоға әлде пайдалануымыз керек пе? Осы тақырыпта аргументативті эссе жазасыздар. Дескрипторы. Эссе құрылым мен даму желісін сақтайсыздар. Көтерілген мәселе бойынша пікірді немесе жағдаятты талқылайсыздар. Бір нұсқаны таңдау жасайсыздар. Өз ойын дәлелді жеткізесіздер өз ойларыңызды және аргументативті аргумент келтіре отырып эссе жазып шығасыздар. Сөз саны 80-100 сөз, уақыт шектеулі. Бастаймыз. Оқушылар эссемізді жазып болса, кім дайын, кім оқиды? Беруде? Менің ойымша, елдік модификацияланған өнімдерді қолданыстан шегеріп тастасақ, азық-түлік тапшылығына ұшырауымыз мүмкін. Себебі қазіргі таңда 50%-ден астам өнімдеріміздің құрамында гүл болмады. Соның әсерінен азық-түлік импортқа қарамастан өнімдер мерзімі ұзартылады. Сондықтан ГМО-ны шекарадан аспай қолдануымыз қажет. Рахмет. Келесі айым. Ол қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. ГМО өнімдердің зиян мен пайда жақтары бар. Зиян жақтар өте қауіпті реакцияның пайда болуы тиіс. Мысалы, ақша адамдар ГМО өнімдерін экономикаға өлеге алатын санынан 7% құрайды. Ал Швецияда 7% және бұл өнімдер оларға келе салынған. Пайда жақтар ол ұзақтықтарына, температура ыстықтығына қосылуына және тағы басқа. ГМО барлық жағынан әртүрлі жағдайларда бақшық тастығы дәмсіз қауіпті. Біздің елдің азық-түлік тәуелсіздігін Сіздің пікіріңіз сонда қолдамайсыздар. Осы құрылымын тақтай отырып, өзінің ашық жеткізуге, мен ойымша, үздік эссені міндетті береміз. Тамаша. Құрметті оқушылар, енді келесі тапсырма бізде бүгінгі сабағымыздың екінші мақсаты бұл сабақтас құрылас өнімдердің мағыналық түрлерін ажырату және қолдану. Осы бойынша ең әуелі біз есімізге түсіріп алайық. Біз сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлерін өткен болатынбыз, мағыналық түрлеріне. Қазір сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажыратады, мағыналық түрлерін сәйкестендіреді деген дискрипtor бойынша ал орындаймыз. Тақтаға кім шығады? Есімізге түсірейікші, сабақтас құрмалас сөйлемнің қандай мағыналық түрлері бар екен? Иә, Азема, келемін. Алғашқы сөйлемді баяндаушы тиянақты сыртқылада келеді, екіншісіне бағаланады. Жақсы, келесі. Тамаша. Өзінің мағынасы бағынға сөйлемі бастыққа сөйлемі Жақсы, келесі. Қарай. Жалпы бағанымыз баққа сөйлемдерді сөйлемдеріз. Бағанға сөйлемі басыңғы сөйлемдегі ойдың болуға шартын білдіреді. Жарайсыздар. Сабақтас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлерін есімізге түсіріп алсақ, қазір оқуымыздағы жаттығушымыз орындайық. Дәптерімізді ашамыз. Бұл жерде бұл жаттығуда сабақтас 6-шы тапсырма, 6-шы жаттығу. Сабақтас құрмалас сөйлемдерді түрлендіріп қолданасыздар. Дескрипторы сөйлемдерді түрлендіріп қолданады және жасалу жолын түсіндіреді. Мұнда сөйлемдер берілген,
кітабымызда. Қазір тақтаға шығып, әрқайсымыз осы сөйлемді жазайық. Сабақтас құрмалас сөйлемге айналдырамыз. Кім шығады? Нұрислам, сенің сөйлемің болды ғой? 2000 жылы биоқауіпсіздік туралы Кавказдың келісімі қабылданғаннан кейін бұл құжатқа 166 мемлекет қол қойды. Шығыс септік тұлғасындағы бесіншеге кейін жылауы тіркесі арқылы мезгіл бағаланышқа сабақтас сөйлем шықты. Тамаша, дұрыс. Келесі. Жер шары осынша адамды асырай алмағандықтан ГМО-ға қажеттілік пайда болды. Бұл менде себеп бағанаққа сабақтас сөйлем бесіншенің өткен формасына дықтан жұрнағының жалғау арқылы жасалды. Оқушылар, назарыңызды тақтаға аударамыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе алған білімімізді жинақтап, қазір тақтада киндер әдісі деп аталады. Сіздерге сұрақ берілген және төменде жауаптарды бір-бірін сәйкестендіре отырып, дұрыс жауапты табамыз. Кім шығады? Еркежан, бері ғой. Бірінші, қайсысын таңдайсың? ГМО-ның пайда болуына себепкер болған ауқымды мәселе. Адамзаттың азық-түлік тапшылығына ұшырау қаупі. Адамзаттың азық-түлік қаупі дейді. Жақсы. Зақыт мәселесі Келесі. Дарина. суыққа төлін өсімдіктер ойлап шығаруға бастама болған тәсілі ол жануарлар мен өсімдіктер будан өсіру болатын. Ал соңғысы Назарбек. Гендік инженерия саласында бұл тәсіл алғашында өсімдіктерді кетуге сақтау үшін пайдаланғанымен, кейін астықты бірнеше есеге көбейтуге, тағамды молайтуға қолдануға бастады. Берген сөйлеммен сабақтас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрін ажыратты. Ол қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем. Қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем дейді. Олай болса жауабымен сәйкестендірейік, қарап шығамыз. Бірінші және екінші сұрақтарға дұрыс жауап берілген. Үшінші және төртінші сұрақтар дұрыс сәйкестендірілген. Бесінші және алтыншы сұрақтарға шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем, мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Дұрыс жауап берілген екен. Тамаша. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда жалпы әлеуметтік көзқарастан қақтығысы дегенде әрқайсымыз өзіміздің пікірімізді, өзіміздің көзқарасымызды білдірдік. Гендік инженерияның өнімі ГМО, гендік модификацияланған өнімдердің пайдасы мен зияны адам ағзасына жалпы ол қандай қажеттіліктен туындағандығы туралы бүгін толық ақпарат алдыңдар деп ойлаймын. Және де сол алған білімдеріңді эссе жазу барысында дұрыс көрсете біліңдер өз пікірлеріңді. Сонымен бірге теориялық білімдеріңді де толық көрсете алдыңдар. Құрметті оқушылар, бүгінгі алған білімімізді мен сіздерге қазір мынандай білім поштасына жолдасаңыздар, бүгін сабақта қандай әсер алып отырсыздар? Не алдыңыздар? Не құнды болды? Не пайдалы болды? Не қажет болды? Бүгін сабақта не алдыңыздар? Сол туралы өз пікірлеріңізді мына конвертке жазып кетсеңіздер. Бүгінгі сабақ ең өте құнды болды. Ол сабақта ГМО-ның зияны мен пайдасы білдім. Сонымен қатар ғалымдардың ой пікірлері қызық болды. Тамаша. Тапсырма жазып аламыз. Биотехнологиялық жолмен алынған бір өнімге рап әдісі арқылы таныстыру жұмысын жасаймыз. Бүгінгі сабақ аяқталды. Рахмет, қош сау болыңыздар.